Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2019 жылы жарық көрген Ричард Джуэллдің ісі атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. 86 жылы Атланта қаласында Ричард шағын кәсіпкерлікті қолдау орталығында қызметкерлерге қағаз, қалам сынды керек жарақтарын тарататын болып жұмысқа орналасады. Сонда ол Уотсон атты заңгермен танысып, оған болашақта полицей болғысы келетінін айтады. Оның сөздерінен ол қарапайым аңқылдақ жігітке ұқсайды. Осылай екеуі ойын ойнап көңіл көтереді. Уақыт өте Ричард басқа жұмысқа ауысып жатқанын хабарлап, Уотсонның жақсы көретін сникерсін беріп кетеді. Арада 10 жыл өтіп, ол бір колледжде күзетші болып жұмыс істейді. Күзетші болса да өзін полиция қызметкері ретінде сезініп, формасын киіп, шулап ішімдік ішіп жатқан студенттерге кеп, рұқсатсыз бөлмелерін тексере бастамақ болады. Осылай Ричардтың үстінен арыз түсіп, оны жұмыстан босатады. Ол күзетшілер компаниясында істейтінін түсінеміз. Сөйтіп 96 жылы жазғы олимпиада осы қалада өтетін болып, ашылу салтанаты болады. Осыған орай саябақта атақты әншілердің концерттері өтпек болады. Соған мықты журналист Кэттиді жіберсе, ФБР-ден агент Томды сонда аттандырады. Ричард анасымен сөйлесіп, ол да сол концертте күзетшілік қызметін атқаратын болады. Шара өтіп, музыкаға адамдар қосылып шырқап, билеп көңіл көтереді. Кэти әлгі агент Томды танып, криминалды ештеңе болмады ма деп сұрап, оларға концерт қызықсыз екенін түсінеміз. Сөйтіп Ричард өз адамдары мен таныс полицейлерге кеп сөйлесіп тұрып, бір сөмкемен кетіп бара жатқан адамға көзі түсіп, оның сөмкесі күдікті емес па деп сол еркектің артынан барады. Жақындап сөйлемек болғанда ол сөмкесінен сыраларды бергенде оның ойы өзгеріп, қателескенін түсінгендей болады. Ричард құқыққа, күзетшілікке байланысты ережелерді жақсы білетінін және сол ережелерді сақтауға тырысатынын түсінеміз. Содан басқа күні оның іші ауырып, жұмысқа барып, концертте әрең шыдап тұрады. Әріптесі біреумен ауыссай деп айтқанымен ол кетпеймін дейді. Болмаған соң мен қазір келемін деп әжетханаға бет алады. Адамдар өлең тыңдап, уақыттарын көңілді өткізіп жатады. Кейін біреу сөмкені қойып кетеді. Әжетханадан келе жатып, сол сөмкені байқағанда ар жағында жас балалар бөтелкені сындырып, ішімдік ішеді. Жастарға ескертпек болғанда олар оны семіз деп мазақ қылып тыңдамайды. Жақсы деп полицейлерге кеткенде балалар әлгі сөмкені көріп ауыр екен деп отырады. Полицейлерге мені тыңдамай жатыр деп балаларды айтады. Келсе балалар сөмкенің ішін көрейік, біреуге сатайық деп ақылдасып отқанда полиция кеп оларды қуады. Арттарынан келген Ричард сөмкелерін ұмытып кеткен сияқты деп айқайлайды. Сөмкеге қарап маған ұнамай жатыр деп күдіктене бастайды. Қосымша адамдарды шақыртып айналаны босату керек дегенде қасындағы полицейлер жынды болғансың ба? Оның ішінде сыра бар шығар деп топшылап Ричардтың айтқанына онша сенбейді. Сонда Ричард қателескеннен гөрі мен жынды болғаным артық деп өзінікінде тұрады. Сөйтіп мұнарадағы музыка қосып отқан адамдарға ескертіп, бомба жарылу қаупі бар деп айтады. Саперлар келіп, оларды сөмкеге ертіп кетеді. Ал полиция бөліміне біреу саябақта бомба, сіздерде 30 минут бар деп тұтқаны қоя салады. Сөмке жатқан жерге келген сапер фонарын жағып, жаймен бауларды шеше бастайды. Ал Ричардтар басқа адамдармен қоршап тұрады. Ақырын сөмкенің аузын ашып, ішінен бомбаны көріп, сапердің түрі бұзылып кетеді. Бомба барын айтып, арнайы қызмет келгенше адамдарды 30 метрге дейін шығару керек деп хабарлайды. Қасындағы жындысың ба деген досы Ричардтан кешірім сұрап, барлығы халықты ығыстыра кетеді. Сол уақытта Ричард мұнарадағыларға жүгіріп кеп, бомба бар деп әр қабаттағы адамдарды шығарады. Сыртқа шығып, мұнараның қасынан кетіңдер деп адамдарға ескертіп жатқанда бомба жарылады. Халық улап-шулап жарақат алып айқайлап жатады. Сөйтіп ертесіне Ричардқа бір журналист кеп, сіз бомбаны таптыңыз ғой деп оны сұхбатқа шақырады. Осы жерде қарапайым күзетші болған ол бір мезетте қаһарман болып шыға келеді. Теледидардан анасы қуанып көріп отырады. Уотсондарды тамашалайды. Теледидардан шынайы Ричардтың видеосы көрсетілгенін байқаймыз. Оны көшеде адамдар танып, суретке түсіріп, өз мақтауларын айтады. Ал сол күні барған ФБР агенті Томға Ричард жайлы ақпаратты білуін тапсырады. Себебі Ричард алдын істеген колледждің директоры күмәнданып хабарласқан екен. Басшы оны кінәламайтынын, бірақ оған деген назар көп болып кетті. Ол соны қалайтын, ол студенттерге қоқан-лоқы көрсететін деген сынды сөздерді жеткізіп, Ричардты күдікті санап, тағы басқалар зардап шекпесін деп ФБР-ге хабарласқанын түсінеміз. Осылай директордың сөзінен кейін агенттер ақылдасып отырып, кезінде бір полицей бомбаны әдейі тастап, оны тапқандай болған деген секілді мысалдарды айтып, Ричард өзі ұйымдастырылуы мүмкін деген пікірлер шығып, одан
күдіктене бастап, оны аңдаймыз деп келіседі. Жігіт Уотсонның нөмірін тауып, хабарласып, кітап жазуға көмек беруін сұрайды. Яғни кітап баспасы оған бомба тапқаны жайлы кітап жазып бер деген екен. Уотсон келісіп нөмірін алып қалады. Ричардтың үйіне әріптесі кеп, барлығы тамақтанып отырып, әңгіме дүкен құрып, бомба туралы сұрастырады. Ол оқыған білгенін айтып, жарылғышты құрастырған адамға байланысты деп, ештеңеден күдіктенбей, өзінің аңғал мінезімен сондай болуы мүмкін деген сынды ойларын жайып салады. Әріптесінің түрі өзгеріп отырады. Сөйтсе оған ФБР агенттері микрофонды қыстырып қойған екен. Осылай Ричардты аңдып зерттей бастайды. Үнемі шулы тақырыптарды іздейтін журналист Кэти агент Томға кеп, біреуден күдікті жайлы естігенін айтып, сол күдікті жайлы сұрайды. Кэти айтуға көнбеген агентпен жатуға да дайын екенін білдіріп, ақыры Том оған күдікті Ричард деп құлағына сыбырлайды. Сөйтіп жұмысында мақала жазып, бастығына ФБРден берілген дереккөз екенін алға тартып, оны мақала шығаруға көндіреді. Осылай Ричард жайлы жаңалық таратыла кетеді. Ал Кэтиді редакцияда қошеметпен қарсы алады. ФБР бастығы кім оларға ақпаратты берді деп ашуланып, Томға Ричардты даусыз сұрақ жауапқа алып кел деп тапсырады. Екі агент боп Ричардқа келеді. Жігіт өзінің басты күдікті екенін әлі естімегенін түсінеміз. Оны алдап, қорқытып алмау үшін ФБР қазір күдікті затты тапқанда не істеу керек деген видео түсіріп жатыр. Соған сізді шақырайын деп едік деп оны көндіріп алып кетеді. Сыртқа шыққанда журналистер қаптап сұрақ қояды. Көлігіне отыратын кезде сізді күдікті санап жатыр деп айтып қалады. Түсінбеген ол мен күдікті емеспін деп көлігіне отырып ФБРге келеді. Сол уақытта анасы теледидарды қосып, баласының басты күдікті екені туралы жағымсыз жаңалықты көріп, жаман болып қалады. Ештеңе білмейтін Ричардты отырғызып, видеоға түсіріп, одан болған жағдайды сұрап, өтірік бейне ролик түсіргендей болып отырады. Сонымен оған агенттер роликте күдіктіні қалай ұстау керек деген бөлігі болады. Шынайы шығу үшін сізді ұстағандай боламыз. Сіз қағаздарға қол қоясыз деп оның миын аштып, алдап қол қойдырмақ болады. Құжатты көріп, оған қол қойғандай қимылдатады. Бірақ агенттер шынымен жазу керек деп оны көндірмек болғанда, құжаттың шынайы екенін көрген Ричард қолын қойғысы келмейді. Бірдеңе болып жатқанын түсінген ол өз адвокатыма хабарласайын деп Уотсонға қоңырау шалады. Ол үйінде болмай шығып, оған хабарлама қалдырады. Ол кезде Уотсон әлгі жұмыстан шығып, өзі жеке жұмыс істеп жүрген екен. Уотсон да оның күдікті екенін әлі біле қоймаған. Оның көмекшісі газетті көрсетіп, ФБРден Ричард хабарласты деп жеткізіп, кері байланысқа шығып, мен адвокатымын деп сөйлеседі. Сонда олар мені видеоға түсесің деп шақырған дегенде, сен газет оқымадың ба, сен басты күдіктісің, ештеңеге қол қойма деп агент Томға оны босатуын талап етеді. Осылай халық қаһарманынан басты күдіктіге айналып шығады. Журналистер жан-жағынан қаптап кетеді. Содан Уотсон келіп, ешкімге тіс жарма, тек менімен ғана сөйлесесіздер дейді. Жеке әңгімелесіп, оған радикалды экстремистік топтармен байланысың бар ма деген секілді сұрақтарды қойып, маған шындықты айтсаң ғана саған көмек бере аламын деп, терактыны сен жасадың ба деп сауалды тігінен қояды. Біртүрлі болып қалған Ричард жоқ деп жауап қатады. Сонымен оны қорғайтын болып келіседі. Уотсон теледидарға сұхбатқа шығып, тілшінің сұрақтарына жауап береді. Сол жерде тілші Ричардтың алдыңғы жасаған құқық бұзушылықтары мен оған психологқа барсын деген ақпараттарын айтқанда, адвокат мен әлі бәрін зерттеп үлгермедім деп әйтеуір жауаптан құтылып шығып, бірақ Ричардтың бұл жарылысты ұйымдастырмағанына сенетінін жеткізеді. Уотсон көмекшісі Надямен бірге жарылыс болған жерден полицияға бомба бар деп хабарласқан телефонның қасына уақытты өлшеп 6 минутта жетеді. Зерттей келе, егер Ричард бомба бар деп хабарласып, мұнараға, яғни жарылыс болған жерге 1 минутта жетіп бару керек еді дейді. Бірақ 1 минутта жетпейтінін біліп, терактты Ричард жасамағанын түсініп, қылмысты оның мойнына ілмекші деп, оған көмек береміз деп шешім қабылдайды. ФБР келіп, олардың үйлерін тінтіп, тіпті қоқыс жәшігіне дейін тексереді. Кейін анасының құқықтарың жоқ деп айқайлаған дауысын естиді. Не болды десе, олар менің іш киімімді ақтарды деп арттарынан шығады. Уотсон анасын тоқтатып кері қайтарады. Журналистер ол кінәлі ма деп сұрақтарын жаудырады. Уотсон жауап беріп тұрғанда агенттер Ричардты сөйлесуге шақырады. Аңғал жігіт келісіп үйге кіреді. Телефонды қолына ұстатып, саябақта бомба, 30 минуттарың бар деп айтқызады. Бірнеше рет қайталатқызып, телефонға оның дауысын жазып алады. Оларды көрген Уотсон ашуланып кіріп, сендерді соттаймын деп Ричардты алып кетеді. Түнге дейін тінтіп, тергеуге керек-ау деген заттарының бәрін шығарады. Үйіне кіретін кезде жігіттің жүрегі ауырғандай тұрып қалады, бірақ бәрі жақсы деп білдірмейді. Сонымен газеттерде Ричард жайлы түрлі мақалалар жарық көріп, қудалау басталады. Осылай күдіктінің күйін кешеді. Уотсон не үшін маған хабарластың дегенде, себебі кезінде жұмыста оны семіз, тағы басқа да сөздерді айтып мазақ қылмай, адамша сөйлескеннен кейін хабарласқанын жеткізеді. Осы сөздерінен кейін Ричардты адамдар мазақ қылатынын, өзінің түрінен, кейпінен жасқанатынын түсінеміз.
түсінеміз. Сөйтіп Уотсонның танысына детектор ылжидан өтуге келіп, ол сұрақтарға жауап беріп, сыннан сүрінбей өтеді, яғни ешқандай өтірік шықпайды. Содан Уотсон мен Ричард екеуі ат басын әлгі журналист Кэттиға бұрып, оның жазғанын теріске шығаруға келгенін, жазғанының үзіндісінен ол терактіні өзіне назар аударту үшін жасаған деп оқып, сіз Ричардтың өмірін құрттыңыз, мақала үшін кез келген нәрсеңізді сатуға дайынсыз деп оның бетіне басып айтып кетеді. Кейін Кэти өзі Уотсондар секілді жарылған жерден бастап телефонға дейін жүріп, уақытты қарап санап, оның жасамағанына көзі жетеді. Содан агент Томға кеп, терактіні ол жасамады десе, біз білеміз, бірақ оның сыбайласы болуы мүмкін дейді. Сыбайласы кім деп оның айтқанын қалап, екеуміз бір-бірімізге керекпіз деген Кэтиға, сен маған түкке де қажет емессің деп ештеңе айтпай, Кэтиді састырып орнынан тұрып кетеді. Ал Уотсондар мен Ричардтың анасы тілшілер алдында сөз сөйлеп, анасы қиналғаннан әрең сөйлеп, жылап ұлының террорист еместігін, ешкімді өлтірмегендігін, ол адамдарды құтқарып, қаһарман екенін алға тартып, амал жоқ президентке үндеу жасап көмек сұрайды. Журналистер арасында әйелдің сөзін естіп тұрған Кэти, мұның барлығына соныңда кесірі тигендігін түсінсе керек, көзінен моншақтап жас тамады. Сөйтіп Уотсон мен Ричард ФБР офисіне кеп өзінің кінәлі еместігін жеткізуге тырыспақ болады. Жарылған кезде неге мұнараның басқа жағында болдыңыз, себебі жарылыстың әсері сізге тимеді деген сынды сұрақтарды қойып, оны сөзбен ұстамақ болады. Бірақ Ричард жоқ, мен жасамадым деп жауап қайтарып, кейіннен агенттерге анамның алып кеткен заттары мен басқа заттардан дәлел табылды ма? Сіздер менің артымнан жүргенде шынайы қылмыскер басқа жарылыс ұйымдастырса ше? Кез келген күзетші енді күдікті сөмкені көріп, ол дабыл қақпайды, себебі екінші Ричард болғысы келмейді, одан да тыныш қана жүргені жақсы дейді. Жалпы мені кінәлі қылатын бір дәлел таптыңыздар ма деп сұрақты өздеріне қойып, агенттерді састырады. Үндемегеннен кейін ешқандай дәлел жоқ екенін түсінген Ричард, онда мен кетуім керек деп орнынан тұрып кетеді. Осылай мойнына қылмысы ілмек болған агенттердің беті ашылады. Тергеудің 88-ші күні агент Том оларға Ричардқа байланысты тергеуімізді тоқтатамыз деген ресми қағазды береді. Тергеу тоқтағанына сенбей Уотсонға алғысын айтып, бір жағы қуаныштан, бір жағы бұл сұмдықтың аяқталғанына еңкілдеп жылай кетеді. ФБР алып кеткен заттарының бәрін үйіне қайтарады. Араға 6 жыл салып, полиция болу арманы орындалып, жұмыс істеп жүргенде Уотсон келіп оған тосын сый жасайды. Жарылысты ұйымдастырған адамды тапты деп оған қуанышты жаңалықты жеткізеді. Фильм соңында 2007 жылы Ричард жүрек жеткіліксіздігінен 44 жасында қаза болғаны жайлы жазылады. Осылай адамдарды құтқарып, жақсылық жасаймын деп басты күдіктіге айналып, қатты қысым көріп, өзін барынша салмақты ұстайды. Уотсонның көмегімен ақиқаттың беті ашылып, ақталып шығады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.